Инстаграмдағы алаяқ 9-шы бөлім. Байқашы сен, өзің бізге айыппұл төлеп қалып жүрме, деді Маржан. Бұрынғы сыпайы сыйластықтың ізі де жоқ. Қос тарап бір-біріне атарға оғы болмай тұр еді. Сот Сымбатты да, Маржанды да тыңдады. Басын шайқады. Сымбат бәрі қалай болған қаз қалпында баяндады. Маржанның сөзі мүлде басқаша. Сымбаттың ашумен айтқан сөздерін диктофонға жазып алыпты. Маған қоқанлық көрсетті деп сотқа тыңдатты. Мүләйімсіп жылап жібергенде Сымбаттың өзі сеніп қала жаздады. Маржан қандай айлакер адам еді. Оңай шағылатын жаңғақ еместігіне көзі жетті. 5 қаруын сайлап, бәрін дәлелмен жеткізгенде Сымбат жәбірленуші емес, күдікті болып кете жаздады. 105 шәкірт нәтиже шығарғанменен, жалғыз Сымбат ханым көзге шыққан сүйелдей болып, бүкіл абыройыма нұқсан келтірді. Алда арба деп үйреткен емеспін. Алаяқтықтан Алла сақтасын. Тек адал еңбекпен жетесіз дегенді айтқан едім. Бұл кісі жалқаулығына мені кінәлап отыр, деді Сымбат. Сымбат бұл жерден тез кетуге асықты. Оңай сынып қалды. Ондай азулы адамға төтеп бере алатындай қауқары жоқ еді. Сот шешімді бірден шығарды. Сөздеріне бірде-бір дәлел, не куәгер жоқ болғандықтан, Сымбаттың арызы негізсіз деп танылып, Сымбат сотта жеңіліп қалды. Маржан қарқ-қарқ күліп шықты. Соттың алдында мүләйімсіген Маржан былай шыға бере шын бейнесін көрсетті. Мен саған айтпап бедім. Сен маған тең емессің. Сендейлерге уақытымды текке кетірмеймін. Қайта үстіңнен қайтара арыз жазбағаныма қуан, деді Маржан. Маржан сот процесінен жеңіп шықты деген хабар бүкіл Инстаграмға тарап, халықтың көз алдында керісінше абыройы биіктеп кетті. Ал Сымбат жалғыздың үні шықпастың кебін киіп, санын соғып қала берді. Жығылғанға жұдырық болды бұл. Қалайша, біздің елде әділдіктің болмағаныма, қалайша жеңілдім. Менің ақ екенім анық, оны қалай дәлелдеймін. Бұл жерде алданып тұрған адам мына мен ғой. Қалайша керісінше үкім шықты. Мені кім қорғайды? Кім? Санадағы сансыз сауалдың жауабын таппады Сымбат. Жеме-жемге келгенде қарапайым халықтың қалтасы тоналып жатыр. Бірақ бұған тоқтау салатын бір адам жоқ. Заңның өзі алаяқтарды жақтап отырғанда басқадан не сұрайсың? Төрелігін айтатын сот Сымбаттан теріс айналып отыр. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіз.